Зікір ең оңай ғибадат, ең ұлы ғибадат. Пендені Раббысына жақындататын ғибадат. Зікірмен адам жүрегінің таты кетеді, тазарады. Сондықтан рухани тәрбие шейхтары өзіне келіп шәкірт болып, маған ұстаз болыңыз, ғибадат үйретіңіз, жүрегімді тазартайын, рухым жеңіл болсын, Аллаға жақын болайын десе, тәубе ет дейді екен. Тәубеден кейін астағфируллахты үздіксіз айтасын деген тапсырма береді. Астағфируллах Алланың зікірлерінен бір зікір. Алладан мағфират сұраймын дегені. Күнәм кешірілуін сұраймын дегені. Соны тапсырма етіп алып, мурид үздіксіз айта береді. Астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах деп айта береді. Сол астағфируллахты айта беру ниеті, ықыласы жүректі тазартушы фактор. Адам денесін ниет етіп дәрет, ғұсыл алып сумен тазартады. Жүректі жуайын десе, ішті сумен жуып болмайды. Оны жуатын нәрсе астағфируллах. Әр кез астағфируллахты айтқанда, жүректе орналасып қалған тат бір нүктелеп көшеді. Әсте көшіп, түсе беріп, түсіп, жүрек тазарып, бір күн келіп жарқ етеді де, барлық жағы пәк жүректің иесі қандай зікір айтса да кейін өзіне қонымды болады. Сондықтан да әлгі жүректі тазарту зікірмен болады. Машайихтер былай айтады. Бұл нәрсе көпшілігіміздің, барлығымыздың басымызда бар. Зікір айтып жатқаныңда ғапыл болып қалсаң, мән берме, дейді. Намаз оқып жатсақ, ойымыз базарға кетіп қалады. Аллаға зікір айтып жатсақ, қандай да бір тіршіліктің нәрселер ойымызға түсіп, кейін тоқта, не істеп жатыр едім, дейді кейбір адам. Зікір айтамын деп едім, базарда жүрмін ғой. Бұл болмайды. Зікір айтқанда өте бір беріліп, жоқ, мейлі айта бер, дейді. Ғапыл дегені Алланың зікірін ұмытқан адам. Машайихтар айтады, зікірмен ғапыл болғаның, зікірсіз ғапыл болғаныңнан жақсы. Бір жолға ғапыл болып қалды, Алланы есіне алмай жүр. Бірақ бір адам Алла деп тұрып ғапыл болуда. Осыны сабзал. Алла деп айта берсе, кішкене ғапыл болады, кейін тағы да өзіне келеді. Кішкене тағы артына қайтады да, тағы өзіне келіп, келе ғапылдықтан арылады. Ояу халге келеді, сергектікке жетеді. Енді тұрақты түрде зікір етеді. Осыны жалғастыра берсе, саналы зікірге өтеді. Одан кейін тағы жоғары нәтижелерге қол жеткізеді. Осы мағынада біздің дінімізде Алланың зікіріне баса назар аударылған. Алланың зікірімен тілі нәрленген пенде, ділі бос емес пенде ешқашан жамандыққа қол жұмсамайды. Өйткені әрдайым Раббысына байланып тұрады. Жамандыққа қол ұрып жатқанда жүрегінде Алла тұр. Зікір айтып жатыр. Тоқта, дейді. Мен Алланы зікір етіп тұрып, сол жамандықты істеймін бе? Мүлдем дұрыс болмайды деп өз-өзін тоқтатады. Міне осындай нәрселер пендеге барлық жағдайда көркем адам болу қабілетін береді. Жақсы пенде, көркем үммет, жақсы бауыр, жақсы аға, жақсы іні, жақсы ер, жақсы әйел, жақсы дос, барлық жақта әдемі.